Сәлем, объективті оң мен солды ажыратып білетін саналы көрермен. Сіздермен әдеттегідей жақсы болады арнасы. Жалғастырмас бұрын қазақша контентті қолдау үшін бір löпілдеріңізді аямай каналға жазылып кетуіңізді сұраймын. Сонда ғана бәрі жақсы болады. Кеттік. Алдыңғы шығарылымда айтқанымдай төтенше жағдай режимі созылады. Дәл осы қалыппен 11 мамырға дейін шамалы шыдасақ болғаны. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жасады. Жыр болып кеткен 42.500 теңге өз иелерін ары қарай таба береді. Екінші рет өтініш берудің қажеті жоқ. Сіздің ақшаңыз сізге міндетті түрде өзі түседі. Көп балалы аналардың мұңы да ескерілген секілді. Жақын арада балаларға арналған ойын алаңдарында ойнауға рұқсат беріледі. Не керек? Көп зат айтылды, соңғы хабарларға тереңірек үңілейік. Президенттің жолдауына дейін мемлекеттік көмек берілетін ірі кәсіпорындар тізімі жарияланды. Жалпы саны 361 кәсіпорынға 361 сұрағымыз бар. Бұл тізім «Список Шиндлера» атты кинодағы тізімге ұқсайды. Басты рөлдегі актер концлагердегі еврейлерді тізім бойынша құтқарған болатын. Айтпақшы, осы киноны карантин уақытында көруге кеңес беремін. Өз жағдайымызға оралайық. Тоқаев тізімі өзгешелеу. Немен? Көмек кімге берілетіні түсініксіздеу. Себебі бұл тізімдегі кәсіпорындар мен кейбір есімдердің өздері мемлекетке көмек бере алатын күштері жеткілікті. Тізімге құрылыс, көлік, энергетика, сауда, жылжымайтын мүлікті жалға алу, тау-кен өндірісі мен өңдеу өнеркәсібі енген. Оларға мемлекет кепілдігімен несиелер беріліп, салықтық жеңілдіктер ұсынылған. Арасында Боранбаев, Смағұлов, Бекетаев секілді алпауыт ағаларымыз да бар екен. Оған қоса BI Group брендімен байланысты 60-қа жуық компания бар. Окей, бұл өте үлкен кәсіпорындар, Олар талай адамдарды жұмыспен қамтып отыр. Бірақ ол тізімнің ішінде мега ойын-сауық орталықтары не істеп жүргенін түсінбеймін. Әлде карантин кезінде меганы қаржылай қолдамасақ болмайды ма? Автокөлік салондары ше? Халықта ақша жоқ кезде срочно көлік сатып алу керек болған ғой біреуге. Олармен шатастырып алмаңыздар. Олар бөлек тұрған бір төбе бұл тізімде. Давай, тезін поскорее. Что-то? Қысқасы, бұл тізімде қарапайым халық тұтынатын тауарларды шығарумен айналысатын өндіріс орындары жоқ. Екіншіден, бұл тізімді құру кезінде кәсіпорындар қандай критерийлерге қарап таңдалды деген сұрақ мазалайды. Және менде ғана емес. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Мырзахметов Абылай Исабекұлы үшін де бұл тізімнің құрылуы жөнінде біраз сұрақ бар екен. Ұлттық экономика министрлігі жауап берсін дейді. Мықты, ойымыз бір жерден шықты. Бизнес демекші, алдағы аптада әлеуметтік желілерді біраз шулатып алған ел ағалары Марғұлан Сейсенбай мен Мұхтар Тайжанның бет жыртысып, медициналық маскалармен қоса беттеріндегі маскаларын да шешіп алған секілді. Марғұлан Сейсенбайдың айтуынша, Мұхтар Тайжанды қолдау үшін жалпы сомасы 400 мың ақш доллар жұмсапты. Ол ақша пияз өндірісіне, Мұхтар ағаның баласының оқуы мен жер мәселесіндегі ұрыс келістерді шешуге бағытталған дейді. Не керек, бір-бірімен келіспей халықтың алдында пікірталасқа түсейік дейді. Шықпаған адам өтірікші болсын. Ардақты ағалар, сыйлы ағалар, сонша жыл жинаған абыройларыңызды ақша үшін шашқандарыңыз болмады. Бұл мәселеге аузын ашып отырған бұқара халық мыңдап жатыр. Бір мәмілеге келдіңіздер. Қазақ зиялылары деп жүрген азаматтарға мұндай әрекеттер жараспайды. Тату болайық ағайын. Сонда ғана бәрі жақсы болады. Ким Чен Ын. Солтүстік Кореядағы қазақтың қара домалақ баласына ұқсайтын диктатордан жаңалықтар легі үзілмей баратыр. Ким Чен Ын өлді деген жаңалықты естімеген адам қалмаған болар. Бұл жайлы беделді New York Post газеті де жазған болатын. Қысқасы, бүкіл әлем үшін бұл үлкен мүмкіндік. Жабық мемлекетте қамалып қалған интернет деген не екенін білмейтін адамдарды құтқаруға деген үлкен мүмкіндік. Пандемияны толықтай жеңген елдер де бар. Мавританияда бірінші науқас табылған сәттен бастап, яғни 13 наурыздан мемлекетті толықтай жауып тастады. Мектептер, кәсіпорындар, базарлар барлығын жауып тастады. Нәтижесінде 13 наурыздан бері коронавирус жұқтырған 17 науқас тіркеліп, бір адам қаза болды. Бірнеше күн бойы жаңа науқастар әлі табылмаған. Мавританияның жолын Қазақстанға берсін. Достар, барлығы жақсы болатындығына еш күмәнданбаңыздар. Каналға жазыл, löпіліңді бас, комментарийге ойыңды қалдыр. Бәрі жақсы болады. Рахмет.